Достық жеңілмейтін күш. Тасбақаның балалары. Бір дауыс естіп тұрмын. Не болды, Флаттершай? Сонша, мен бір кішкентай тасбақаның балаларының. Кішкентай тасбақаның балаларының дауысын естіп тұрмын. Олар ана жақтан дауыстары шығып жатыр. Оларды қалай табамыз? Олардың дауысын естиміз, бірақ оларды таба алмаймыз. Оларды іздеуіміз керек. Оларды іздемесек, олар сол жерде қалып қалады ғой. Бұл сұмдық қой, сұмдық. Қорықпа, Флаттершай, менің сүйікті тасбақам көмектеседі. Дадам. Ол тым баяу жүреді ғой. Бірақ оны сынап көрейік. Міне, қазір сен ол тасбақаларды іздейсің. Оларды тауып береді. Ұйқым келді, тезірек апаруым керек. Міне. Дадам. Кішкентай тасбақалар. Вау! Өте сүйкімді ғой. Оларды тапқаныма қуаныштымын. Сенің тасбақаңның пайдасы тиді. Әне, бірақ ал жақта шайындар бар. Және де үлкен сарай бар. Және де кеме бар. Оларды тазартып, тасбақаларды соңына дейін апарым керек. Одан да тасбақаларды оны жинағанша ұстамау керек. Тоқта, оларды ұстауға болмайды, себебі олар тым нәзік. Оларға зияным істер. Сондықтан одан да менің айтқанымды істеп, ол шайындардан тазартайық. Міне шаяндар. Үлкен алып тастардан тазартамыз, және де үлкен сарайды бұзамыз. Және де кемені керек емес тастаймыз. Міне, бәрі дайын болды. Ал, кішкентай тасбақалар, теңіздеріңе барыңдар, теңіз сендерді шақырып тұр. Олар қайда кетті? Білмеймін. Кішкентай тасбақалар. Қараңдар. Менің тасбақам. Дауыстары ана жақтан естіліп жатқан. Жарайсың, сен олардың анасы болмасаң да, оларды теңізге дейін жеткізіп салдың. Мен қатты қуаныштымын. Біз де. Оның анасы, олар саған бауыр басып қалды. Фильмнің соңы.